Иран Болгарияға тағы да ескерту жасап, Софияның ақышқа өз әскери базасын пайдалануға рұқсат беруі екі ел арасындағы дипломатиялық шиеленісті күшейтті. Шиеленіс Иран сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Болгария басшылығы ақыштың әскери жанармай құю ұшағын қабылдаған үшін жауапкершілік арқалайтынын мәлімдегеннен кейін күшейе түсті. Бұл мәлімдеме ақш президенті Дональд Трамптың Болгария президенті Румен Радевке Иранның қоқан-лоққыларына қарамастан ақш күштерін қолдаған үшін алғыс айтқаннан кейін жарияланды. Бұл Тегеранның осы мәселеге байланысты жасап отырған үшінші ескертуі. Иранның пікірінше, бұл шешім ақштың Иранға қарсы әскери операцияларын қолдайды. Болгарияның қорғаныс министрі Димитар Стоянов зымыран шабуылы қаупін төмендетуге тырысқанымен, ел ішіндегі жағдай әлі де шиеленісті күйінде қалып отыр. Болгария парламенті ақш әскери ұшақтарын Безмер әскери әуе базасына көшіруге рұқсат берді. Бұл шешім аймақ тұрғындарының наразылығын туғызды. Олар өңір ықтимал әскери нысанаға айналуы мүмкін деп алаңдауда.